Саламатсызбы көрермен, күйік шалғанда қандай ем жасайсыз? Бүгінгі видеом осы тақырыпта болады. Ал келесі видеом қарбыз дәнінің пайдасы туралы болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Күйікті емдеуге қарапайым кеңестер. Тұрмыс барысында әртүрлі себептермен дене зақымдалып отырады. Күйік солардың бірі. Төменде күйікті емдеудің қарапайым әрі өнімді әдістері. Алдымен суық сумен күйген жерді тазалап жуамыз. Сосын жара аузын суық суда жарты сағаттай тұрғызу керек. Әдетте судың температурасы қаншалықты төмен болған сайын соншалықты өнімді болмақ. Бірақ 5 градустан төмен болмау керек. Бірақ әдетте қайнаған су болса, бұл әдісті қолдануға болмайды. Аз мөлшердегі тұзды суды жара орнына тамызып қойсаңыз, қабынудың алдын алады. Жара аузына бал, әсел жаққанда өнімді. Шикі жұмыртқаның ағы мен балды араластырып, жара аузына жақсаңыз, қабынуды қайтарады және ауырғанды тоқтатады. Алмұртты жапырақтап кесіп, жара аузына біраз уақыт таңып қойсаңыз, ауырғанды тоқтайды. Кішкене балалардың күйген жарасына 25 грамм қара бұршақты қою етіп қайнатып, жара аузына жақсаңыз, өнімі жақсы болады. Қол немесе аяқтың терісі күйіп зақымдалғанда дереу спиртке малған жөн. Бұл қызарып, су көтерілудің алдын алады. Егер осылай бірнеше рет жалғастырсаңыз, күйген орын ақырын-ақырын қалпына келетін болады. Мақтаны спиртке малып, күйген орынды ауық-ауық сүртіп отырсаңыз да өнімін көре аласыз. Дене май немесе қайнаған суға күйген жағдайда өсімдік майын қолданыңыз. Күйік орнына кірсабын жақсаңыз да ауырғанды басып, ісіктің алдын алады. Кері әсер жоқ. Тек белгілі уақыттан соң жуып тастаңыз. Бұдан басқа тіс пастасын жақсаңыз, ауырғанды тоқтатып қоймай, су көтеріліп ісіктің қабынуының алдын алады. Бүгінгі видеом осындай. Видеоны ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.